Роза мен жұптық ара қатынасын тоқтатқан Мұсаға Роза қызымыз сторис арқылы видео жариялады. Көзіне жасалған Роза сторисіне мұңды сурет пен мұңға батқан өлең шумақтарымен жеткізді. Роза сонымен қатар Instagram желісіндегі парақшасында Мұсамен түскен фото, видео және барлық естеліктерін өшіріп тастады. Розаның Мұсаға деген мұңға батқан өлең шумақтары. Роза, мен сөзімде тұралдым саған берген. Кетіп едім сенсіз ақ бақ табам деумен. Жер бетінде соңғы еркек емессің ғой. Соғыс шақтан қан кешіп аман келген. Суретімді ұнатып күліп тұрған. Қайғы бәрін өзіңсің ұмыттырған. Мен қазіргі дәл солай бақыттымын. Қоштасарда көзімді жұмып тұрған. Деп Роза қызымыз көзіне жас алып Мұсамен қимай қоштасты. Естеріңізге сала кетейік, Мұса бүгін таңда Розамен бәрі бітті, Роза деген тақырып жабылсын деп сторис жариялаған болатын. Желі қолданушылары жарыса жазды. Бітсе бітсін, Розаға жігіт көп. Жаным Роза, ешқашанда уайымдама. Бақытты болуға лайықты қызсың. Роза, өз теңіңді табасың, бақытты бол. Роза, Олжастың караокіне барған үшін шығар. Ойбай, немене сонша шуладыңдар. Қыз өзі келді эфирге, немене таныса салып үйлену керек ба? Ұнатпа салмайды. Жүрек сүйгенін алсын. Қытайдағылар өздері шақырды Мұсаны. Роза өзі ертіп апарды ғой. Мұса әу баста ұнатқан емес. Роза бақыттың базарына, Алланың назарында бол жаным тек алға. Мен бірақ Мұсаның бұл жазбасына сеніп отырған жоқпын. Өзінің бір ойлағаны бар сияқты. Артын сабырмен күтейік. Неше жылдан бері Мұсаны бақылап келемін. Шіли мұндай жамандыққа қимай отырмын. Бір қызбен үзбей 4-5 ай жүріп үйленуге дейін алып келмеген. Мұса өте ақылды жігіт. Ақылсыз әрекет жасайды дегенге сенбеймін. Тоқтатқысы келсе осылай бір сәтте тоқтата салмайды. Адамның өмірі, тағдыры ойыншық емес. Роза қандай жағдайда болып жатыр екен деп уайымдап та отырмын. Әрине әр қызбен одан кейін бұрынғы өзіне ғашық болған, өзі ғашық болған қыздармен жырбаңдасып кездесіп жүргені де ұнамайды деп жарыса жазды көрермендер. Роза мен Мұсаның арасында қандай мәселе туындады? Әрине ол жағы әзірге белгісіз.